Уағалейкуссалам рахматуллахи баракатух. Так, келесі әріп бізде қай мақраж? То, дәл және та әріп. Үшу негізгі неше орын өттік біз? Санайық. 10 орын өттік. Мынау нешінші орын болады бізде? 11-ші орын болады. 11-ші орын неше әріп? То, дәл және та. 3 әріп. Бір орыннан шығады. Үшу де бір орыннан шығады. Тілдің алды бөлігі қай жерге тиеді? Мына күрек тұсы бар ғой? Басталып жатқан жерге. Сол жерге тигізу арқылы шығады. Енді қараңызшы. Үшуде мақраж бір жерде. Үшуінде. Бірақ көбінесе, мысалы, егер біз тек мақражбен оқу дейтін болсақ, ол негіз қате болады. Себебі көбінесе мынау то әріпті дыбыстаған кезде оны хамс қылып шығарып жібереді. То деп. То. Немесе та әріпті қалқала секілді шығарады. Әті. Мысалы, қай жерде кездесеміз оны? Мысалы, Наср сүресінде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза жаа насруллахи вал фата. Фата, фатах дейді. Фата. Яғни бізде мөлшерде ненен кетіп жатыр? Көп қателік сифаттан кетеді. Сол үшін мынау то, да, та дұрыс өту үшін оны нақты біз сипатты ажырату керекпіз. Үшеуінде бөлек-бөлек сифаттардан. Хорошо? Сонда ол более түсінікті болады да бізге. Себебі тек мақражға сүйіну ол дұрыс емес. Себебі көп қате содан кетеді. Мысалы, бірінші бізде то әріпті айтатын болсақ. То, давайте үшеуін бөлек, та және дәл және та әріп. То әріп бізде бірінші жақыр. Бірінші жақыр ол, екіншісі ол бізде шәдид. Қазір бөлек-бөлек жазып алайық, сосын бөлек қарастырамыз. Жарай ма? Ол шәдид, одан кейін то әріп бізде истегля. Және то әріп бізде итпақ. Және то әріп бізде қалқала. Қалқала. Дәл әріп, дәл солай бізде жақыр. 1, 2, ол бізде шәдид. 3, ол бізде истифаля. 4, ол бізде инфитах. 5, ол бізде қалқала. Қалқала. Так. Та әріп бірінші бізде хамс. Хамс. Сосын 2, ол бізде шәдид. 3, ол бізде истифаля. 4, ол бізде инфитах. Негізгі мақражын бірге осы сифаттармен сразу өтістаған жоқ. Түсіндіріп, ашықтаймыз қазір. Толығымен ашықтаймыз 3 әріпті. То, дәл және та. Мұна сәл бұлай қарап көрем өдім да? Дұрыс қаратып атырым ба? Осылай. То, дәл және та. Қараңыз. То, бірінші қараңыз. То мен дәл екеуде жақыр. Бірдей сифат қайсы? Жақыр. Ең бірінші біз неден бастайық? Ауа шығару арқылы, немесе ауа шығармау арқылы. Ауа шығару арқылы, яғни ол, егер біз ауасы шығарсақ, хамсыз біз оның ақысын бере алмаймыз. Жақыр олғандай. Жақыр ол мына қосешек деген нәрсе бар, ол жабылады. Осы жерде уже жария болады ол. Мына тіпті дірілдейді тамақ. Ол бір ауа шығару үшін ол ауа қажет етпейді. Енді хамс әріп шығарған кезде біз міндетті түрде уже не істеу керек, біз ауа шығару керек. Егер шығармасақ, оның ақысын бере алмаймыз. Мысалы, таббат, ауа шығармадық. Таббат, ауа шығармадым. Ақысы жоқ. Бисмилля, шығармадым. Бис, міне ақысы шықты. Немен? Хамс. Таббат, ауа шығардым, оның ақысын бердім. Да? Енді қараңыз. Дәл жақыр, то жақыр ауа шығару қажет етпейді. Та әріп бізде хамс ауа шығару қажет ететін әріп болып келеді.
Екінші мәселе, қараңыз, үшеуде бірдей сифат, тек шадид, үшеуде шадид. Шадид не ол? Қараңыз, ол тұншығу, тіл немесе ерін толық жабылу. Оны дыбыс жалғаспайды. Мысалы, қараңыз, мысалы, әс деген кезде син, шин, мысалы, нені раху әріптер айтқан кезде ол жалғаса береді. То жалғаспайды, дәл жалғаспайды, тә жалғаспайды. Үшеуде үшеуде жалғаспайды. Үшеуде шадид. Енді қараңыз, бөлек қарастырамыз. То әріп ол бізде истеғля, жуан әріп болып келеді. То әріп ол үшінші сифаты истеғля. Дәл истифаля, тә истифаля. Истеғля деген кезде, қараңыз, көпшілік то әріпті, мысалы, қалқала шығарған кезде әто. Бізден міндетті түрде мына тілдің арты бөлігі көтерілу керек. Истеғля не ол? Тілдің арты көтерілу арқылы. Элто. Қараңыз. То, ты, ту, то, ты, ту. Егер біз истеғляны дұрыс орындасақ, онда бізде мына ерін алға қарай шықпайды. То, ол қате болады, үлкен қате ол. Себебі араб тілде о деген әріп жоқ, тек фатқа бар. Фатқа қалай шығарамыз? Әріпке қара, әріп жуан бола ма, фатқа жуан болады. Әріп жіңішке бола ма, фатқасы жіңішке болады, естественно. Фатқа не ол? Ол ашу деген нәрсе ғой. То, та, да. Үшеуде не істедік біз? Аштық, мына, жақ ашу. Негізі жақ ашу үйрену үшін мына екі сақ саласыз, немесе одан да жақса. Төртеуін салып үйренсеңіз болады. Мына жақ жұмыс жасау керек, үйрену керек. Ары қарай кеттік, қараңыз. То, да, та. Үшеуде, бірінші не дедік біз? То истеғля, дәл истифаля, та истифаля. То, қараңыз. То, та, да. Не болды? Мына то деген кезде дыбыс. Та сыртқа шығады. Сыртқа шығғанда мына жауыфты ұмытпаймыз да, бірақ біз жұмсақ емес. Ол харфлен жұмсақ. Жіңішке. Та сыртқа шығып кетеді. Бірақ мына жауыфты жұмыс жасауға ұмытпаймыз. Жауыф деген ауыз қуыстары барлығында. Енді үш сипатты кеттік. Төртінші сифат. Итпақ ол неде? То әріпте. Инфитах ол қарама-қайшылық сипат. Қараңыз. Міндетті түрде қарама-қайшылық сипат, төрт сипат әр әріпте болады. То да, та да ол жақыр, та ол не болды бізде? Хамс. Шадид, үшеуде шадид. Шадидке қарамайсы рахуа, ол мияқта жоқ бізде. Истеғля, истифаля, қарама-қайшыл біру болады міндетті түрде. Мысалы, итпаққа қарама-қайшы сипат қандай? Инфитах. Итпақ сипат ол не дейді? Итпақ ол тілдің және таңдайын ортасына қысым жасау. Естественно, қандай қысым? Ауа, звук болып тұрады. Неге мұны тіл кішкене жуандығы кетеді? Истеғля тек арты көтеріледі ғой. Дұрыс па? Арты көтеріледі. Итпақ ол алды да жуандығы жұмыс істейді. Қараңыз. Қо, ғо, хо. Арты. Алды жұмыс жасап жатқан жоқ. Со, до, то. Не жасап жатыр? Алды жуандығы болады. Ол бізде итпақ. То, элто. Осы итпақ деген сифаты болады. Одан кейін инфитахта қысымы жоқ деген сөз ғой тілде уже, естественно. Да, диду, та, титу. Неде де хамстада инфитах қысымы болмайды тілде деген нәрсе, да? Енді бізде тәді қараңшы. Тәді бізде қарама-қайшылық төрт сипат бар. Қарама-қайшылық жоқ, сифат жоқ оның бойында. Оның бойында тек қарама-қайшылығы бар сифаттар бар. Параллельно, друг на друга, против. Қалай айтады? Синоним не ма? Синоним, да? Противоположность. Антоним. Антоним сифаттар бар. Мысалы, қара, ақ. Ол міндетті түрде болады. Қарама-қайшылық сифат жоқ. Қарама-қайшылық бар сифат, ол қалқаламен екеуде қалқала бар. Дәл және то. Қалқала не үшін керек бізге? Қалқала не үшін керек бізге? Дыбыс шығару үшін, оның ақысын беру үшін. Мысалы, егер біз қалқала шығарсақ, Матула'иль фаджр. Иқра бисми раббика. Нельзя. Матула'иль. Иқра. Не істедік? Соқтық, да? Холақы.
тигізіп не істейміз, ол жерде бір ана арабтар оны қазанмен салыстырады. Қазан не істейді? Дірілдейді ғой бір. Соны қалқалы етті дейді. Дірілдеу деген мәселе. Әқо, әжі, әбі. Орын апарғаннан кейін осы процесс жұмыс жасау керек. Енді қалқалы жалпы бізде соқыр көбірау бөлек тақырып. Жалпы қараңыз. То әріп бізде тағы да таныстырып өтейік. Қараңыз. То әріп бізде бірінші ол жақыр, жария, ауаға мұқтаж емес дыбыс шығару үшін дейікші. Шадид, тұншығу, звук короткий, смыкается, да? Одан кейін истегля, жуан әріп болып келеді, яғни жуанды қалай тілдің ұлылығы дейма, осы артқа қарай көтеріледі. Итпақ, қысым жастай, тілдің таңдай нұрсын, қандай қысым? Бір звукты қысым болады. Одан кейін қалқаля болады. Одан кейін дәл әріпте, ол жақыр, ауа керек емес оған. Бір ауа ад деген шығару қажет етпейді. Ол шадид, тұншығу болады процесс, яғни дыбысы орнына апарғаннан кейін, сукунға апарғаннан кейін, оның дыбысы өте қысқа. Одан кейін истифали женишке инфитах, онда ешқандай қысымы жоқ. Одан кейін ол қалқаля болады. Одан кейін бізде келесі әріп ол тә әріп. Ол бірінші хәмс. Хәмс, ауа керек. Бірінші қараңыз, шадид. Әт, тұншықты қараңыз. Әт. Одан кейін истифаля. Одан кейін инфитах. Осы 4 сифатымен. Осылай негізі дұрыс үйреніп жазған жақсы басынан бастап осы әріптерді. Баршаңызға пайдалы болсын. Түсіндіре қойыңыз.